Санды теңдіктер және олардың қасиеттері. Бірінші қасиеті. Тура теңдіктің екі жақ бөлігінде қандай да бірдей санды қосса, онда теңдік шығады. Яғни, А тең болады Б болса, онда А қосу С тең болады Б қосу С-ға. Дәл қазір осы жерде көрініп тұрғандай. Не болмаса, мынандай мысал. Екі жағына да бірдей 20 деген санды қоссаңыздар, ешбір теңдік өзгермейді. Басқа сөзбен айтқанда, айталық. 25 бөлінген 5 тең болса, егер де 1 көбейтілген 5-ке болса, онда теңдіктің екі жағына да қосу. 7-ні қоса аласыздар деген сөз. Кез келген екі бірдей санды теңдіктің екі жағына қоссаңыздар, не болмаса азайтсаңыздар, онда теңдік өзгермейді. Тура сол сияқты. Егер де 25 бөлінген 5 тең болады, айталық. Теңді сәл бұлай жазайын. Тең болады 5 көбейтілген 1-ге, екі жағында минус 3-ті азайтып тастай аласыздар. Сонда бірдей санды егер де азайтсаңыздар, не қоссаңыздар теңдіктің екі жағына, ол теңдік өзгермейді. Екінші қасиеті. Егер тура санды теңдіктің екі жақ бөлігін бірдей санға көбейтсек, онда теңдік шығады. Тура теңдік шығады. Мына жерде анықтамасы көрсетілген, мен енді мысал ретінде келтіріп кетейін. Айталық, сіздерге берілсін x қосу 5 тең болады. Айталық 10-ға. Енді сіздер егер де теңдіктің екі жағында, мына жерде көріп тұрсыздар, қосу болғандықтан жақшаға алыңыздар. Бірдей санға көбейтетін болсақ, мысалға көбейту 5 және көбейту 5, онда теңдік ешқалай өзгермейді. Екінші қасиеті осыны айтады. Егер де x қосу 5-ті тең болады 10-ға шығарсаңыздар, онда бұл жерден x-ті өздеріңіз білесіздер, 10 минус 5 не болмаса 5-ке тең болады. Енді екі жағында 5-ке көбейтсеңіздер, мына жердегі теңдікте, онда жақшаны ашсаңыздар 5x қосу 25 тең болады 50-ге. Тура қайтадан x-тің орнына 5 қойсаңыздар, қайтадан 50 тең болады 50. Сонда екінші қасиеті теңдіктің екі жағын бірдей санға көбейтуге болады. Ұмытпаңыздар, теңдіктің екі жағында санға көбейту деген сөз, теңдіктің екі жағында жақшаға алып, сосын жақшаның сыртына көбейту деген сөз. Себебі теңдіктің бір жағында қосу, алу және басқа амалдар болуы мүмкін, ал теңдіктің ең бірінші математикада орындалатын амал ол жақша. Сондықтан да егер де теңдіктің сол жақ және оң жақ бөлігін жақшаға алып, сосын көбейтсеңіздер, қателеспейсіздер. Мысалға 5x тең болады, айталық 10 болса, онда теңдіктің екі жағында жақшаға алып, сосын екі жағында бірдей санға көбейтсеңіздер, көбейту 7 және көбейту 7, онда ешқандай математикалық қателік жасамайсыздар. Үшінші қасиеті. Егер А тең болса Б-ға және Б тең болса С-ға және А тең болса С-ға, онда осындай формулалар шығады. Енді тексеріп көрейік. Мысалға, мына жерде көріп тұрсыздар, А тең болса Б-ға, А тең болды Б-ға, және Б тең болды неге? Б тең болды С-ға. Көріп тұрсыздар, сонда айталық, Б бізде егер де 7-ге тең болса, онда А тең болады 7-ге. Бұл жерден 7 тең болады С-ға. Сонда А мен С-да 7-ге тең болып тұр деген сөз ғой, егер де Б-ның орнына 7 деген санды алатын болсақ. Сонда осы тұжырымдама шығады. Төртінші қасиеті. Егер тура санды теңдіктердің оң жақ және сол жақ бөліктеріне жеке-жеке қосса, онда тура теңдік шығады. Басқа сөзбен айтқанда, тура бірінші қасиеті сияқты сәл ғана өзгертілген. Егер де теңдіктің, міне теңдік тұр, айталық 5x қосу 4 тең болады, мысалға 9-ға. Осында екі теңдік берілсе, теңдіктің екі жағында, ең алдымен жақшаға алып тастап, сосын екі жағына да бірдей сан қоса беруге болады деген сөз. Қосу 7, мысалға, не болмаса бірдей санға азайтуға болады деген тұжырымдама, не болмаса қасиеті. Бесінші қасиеті. Егер тура санды теңдіктің оң жақ және сол жақ бөліктерін жеке-жеке көбейтсе, онда тура санды теңдік шығады. Мына жерде мағынасы көрсетіліп тұр. А тең болса Б-ға және С тең болса Д-ға, онда АС тең болады Б-ға. Осыны мағынасын көрейік. А тең болса Б-ға және С тең болса Д-ға. Сонда қараңыздар. Енді осы жерде кішігірім ғана мысалы алайық.
айталық а тең болса 7-ге, сонда бізде б-міз неге тең болып тұр? 7-ге. Және айталық с тең болса 8-ге. Бұл жерде бізде d-міз 8-ге тең болып тұр. Енді мына формула а көбейтілген с тең болады б көбейтілген д. С-ның орнына не қоямыз? С-ның орнына 8 қоямыз. Сонда а көбейтілген 8 тең болады. Б-ның орнына 7 қоямыз. 7 көбейтілген ой, кешіріңіздер, мен бұл жерде сәл қателесіп кетіппін. Жоқ, дұрыс. Қараңыздар, сандарды орындарына қоятын болсаңыздар, мына жерде а-ның орнына 7 қоясыздар, с-ның орнына 8 қоясыздар, тең болады. Б-ның орнына 7 қоясыздар, д-ның орнына 8 қоясыздар. Осы қасиетті айтады. Ал енді жаттығуларды шығарайық. Бірінші жаттығуды шығару үшін көріп тұрсыздар, мына жерде жақшаны ықшамдау керек. Сонда кәдімгі жақшаны ашу бұл 1,2 көбейтілген 4 қосылған 4 көбейтілген x деген сөз. Осы екі жағдайды көрсетіп тұр. Сонда көріп тұрсыздар, бұны ашатын болсаңыздар, ары қарай шығаратын болсаңыздар, 1,2-ні көбейтеміз 4-ке. Бұл дегеніміз 8, 4,8 қосылған 4x. Енді мына жерде барлық есептер жақшаны ашу екен, не болмаса қысқарту, өз-өзіне келтіру. Мен үшінші есепті шығарайын, қалған өздеріңіз шығарыңыз. К қосу, енді минус 1,2 көбейтілген 2. Қараңыздар, 2-ның алдында плюс деген таңба тұр. Мынау минус пен плюс көбейтілсе, бізге бұл минусты береді. Сонда минус, енді 2-ден 1-ді көбейтеміз 2-ге. Өздеріңіз білесіздер, бөлшек санды натурал санға көбейту дегеніміз алымын натурал санға көбейтумен тең. Бұл дегеніміз 2 бөлінген 2. Не болмаса к минус 1. Қалған есептерді өздеріңіз шығарып көріңіздер. Енді келесі жаттығуды да шығарайық. Бұл жерде мен бастап берейін, ары қарай өздеріңіз шығарсаңыздар болады. Біріншісі минус 2,5, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Көбейту. Енді қандай таңбамен көбейтіледі? Мына жерде минус таңба, мына жерде плюс таңба. Сонда минус 1,4-ті көбейтеміз 4-ке. 1,4-ті 4-ке көбейтсек, бұл дегеніміз 6, бірі ойда, 16, 6-сын жазамыз бірі ойда, 5,6. Енді ары қарай бұл дегеніміз минус 2,5-ді көбейту, минус 5,6-ға. Минус пен минус плюсті береді, 2,5-ді 5,6-ға баған түрінде көбейтіп көріңіздер. Екінші есепте 1 минус бар, 2 минус бар, 3 минус бар. Сонда жауабында соңында қандай шығады? Мынау минус пен мынау минус бізге плюсті береді, одан кейін және минус береді. Қалған есептерді өздеріңіз шығарып көріңіздер. Бақылау сұрақтары. Санды теңдіктердің қандай қасиеттері бар? Осы сұраққа жауап беріп көріңіздер өздеріңіз.